Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі бірінші сынып, екінші сабақ. Тақырыбымыз сөйлеу не үшін қажет? Балалар каналға тіркеліп, лайк басуды және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпайық. Себебі балалар жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сонымен балалар сөйлеу не үшін қажет? Алдыңғы тақырыпты жалғастырамыз. Бірінші жаттығу, өлеңді оқы, ана тілі. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Әдібай табылды. Авторы балалар. Ана тілі туралы жазылған. Дана деген сөз балалар ақылды, данышпан деген мағынаны білдіреді. Өлеңде не туралы айтылған? Біздің тіліміз туралы айтылған, балалар? Ана тілім ардақты деген балалар қалай түсінесің дейді. Ана тілім ардақты деген қазақ тілінің мәртебесі өте жоғары дегенді білдіреді. Ал енді балалар, екінші жаттығуды орындайық. Балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрауға болатынын айт. Балалар қолдарына әртүрлі әріптер ұстап тұр, өз ана тілің туралы әңгімеле дейді. Ана тілі деген сөз шығады, балалар? Ал енді балалар, үшінші жаттығуды орындайық. Үшінші жаттығуда мақалды көшіріп жаз деген. Мақалымыз тілге құрмет, елге құрмет. Яғни балалар, бұл сөзді қатесіз мақалды таза ұқыпты жазыңыздар, балалар? Тілге құрмет, елге құрмет. Яғни біз тілімізді құрметтесек, елімізді құрметтегенмен тең екендігі жазылған, балалар. Ал енді соңғы тапсырма, төртінші жаттығу. Суреттерді ретімен қойып белгіле. Бала қайда келді? Бала ең бірінші кітапханаға келді, Екінші не істеді бала? Бала кітапханадан өзінің сүйікті кітабын таңдап алды, Үшінші қайда барды бала? Бала кітапханашы апайға барып, өзінің кітабын берді, Осылайша балалар суретті ретімен қойып шықтық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.